Сәлем қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен осында апельсиннен және қарақаттан мохито жасадым. Егер де жасағыларыңыз келсе, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен апельсинді сыртын жақсылап ас содасымен жуып шығамыз. Лимонды да жақсылап жуамыз. Содан соң стерилденген 3 литрлік банкаға апельсинімізді турап аламыз. Лимонымызды 2 тілімін ғана қосамыз және мятадан да қосамыз. 3 литрлік банкаға 300 грамм қант қосам мен. Содан соң қайнап тұрған ыстық су үстінен құйып, бетін крышкамен жауып аламын. Негізі бұл әдіс өте дәмді болып шығады. Осылай жасалған компот мохито деп атайды. Неліктен? Себебі қайнатылған түріне қарағанда осылай жасаған түрі дәмі өте қанық, дәмді болып шығады. Ендігі кезекте қарақаттан жасап жатырмын. Егер де сіздерде қарақаттан жасап көрмесеңіздер, жасап көріңіздер. Дәмі сөзсіз ұнайды деп сенемін. Қарақаттан да мохито өте дәмі ерекше болып шығады. Мен мұнда мұздатылған түрін пайдаландым. Негізі жаз кезіндегі уақытымның бәрін салат жабуға арнаймын. Ал осы мерекелердің алдында немесе жиын тойдың алдында осылай алдын ала жауып аламын. Өте дәмі ерекше болады. Қайнатылғанға қарағанда дәмі қанық, өте дәмді болып шығады. Және де иісі мұрынды жарады. Менің видеом ұнаса лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Осылай міне болып шығады. Дәмі өте ерекше, керемет болады.